Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен 3 қана ингредиенттен жасалатын үй жағдайында сыр жасаймыз, яғни ірімшік жасап үйренетін боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен қазанымызға сүт құямыз. Менде қолдың сүті 2 литр сүт. Менде егерде сіздерде қолдың сүті болмаса, магазиннің 3,2%-нен жоғары сүтті қолданасыздар. Міндетті түрде сүзілген сүт болу керек. Енді осы сүтімізге 1 шай қасық тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Және де қайнағанша қалдырамыз. Біз сүтіміз қайнағанша салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін маған 200 грамм қаймақ, магазиннің қаймағы 20%-тік жарайды. Осының үстіне 3 жұмыртқамызды жарып саламыз да жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Ешқандай түйіршік қалмай осындай сұйық масса болуы қажет. Енді біздің сүтіміз қайнатпауымыз керек. Осылай беті жыбырлап, жай-жай қайнайын деп келе жатқанда жұмыртқалы массамызды құйып, жақсылап араластырамыз. Міне осылай қайнап, осылай ірімшік бөліне бастайды. Енді осы газымыздың астын басып, ірімшік болғанша, сары суы айырылғанша 5 минут көлемінде баяу отта қайнатамыз. Міне осындай ірімшік бөлініп шықты. Енді осыны сүзгімен сүзіп аламыз. Ол үшін шұңғыл ыдысымыздың үстіне осындай мен сияқты кепсер немесе душылак алсаңыздар болады. Соның үстіне марлі матаны қоямыз. Егерде марлі болмаса, осындай майлық болады. Суды жақсы өткізеді бұл. Енді барлығын осылай сүзіп аламыз. Және де кішкене орап, суын сығыңқыраймыз. Менде мұна кепсер ыңғайсыз болғандықтан осындай душылак алып алдым. Тағы да жақсылап қысыңқырап, үстін ауыр затпен бастырып қоятын боламыз. Және де осы қалпында кем дегенде 5-6 сағатқа немесе 1 түнге қалдырасыздар. Міне менің ірімшігім 1 түн бойы тұрды. Мен түнде істеген болатынмын. Осындай суы сорғып, әдемі ірімшік болып шықты. Егерде сіздерде 4 бұрышты ыдыс болса, ананда майонездің сондайдың ыдысын астын тесіп, соған салып қойып, бастырып қойсаңыздар, формасы әдемі болып шығатын болады. Өздеріңіз көріп отырғандай, осындай өте нәзік, дәмді болып шығады. Таңғы асқа ұсынсаңыздар керемет болады. Өздеріңізде балаларыңызда сүйіп жейтін болады. Үй жағдайында осылай жасап көріңіздер. Және де видео ұнаса, достарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Лайк басып, каналыма тіркеліп, мені қолдай кетіңіздер. Сіздермен болған Ақбота, назарларыңызға көп-көп рахмет.